бітірдім. Бақытжан Мырзаның кайдзинг деген сабағында бір нәрсені ұқтым. Өзіңнің мышленияңды өзгерт деген. Сонда түсінбейтін, өзінің мышлениясын өзгерткен несі, ақшаға бұның қатысы не деп. Ал бірақ адамның өзінің мышлениясы өзгерген кезде барлығы болады екен. Одан кейін тендердан психологиялық сол кайдзингта популярность деген бір сөз миыма қонып қалған. Сөзді алып, ойланып көрдім. Ол популярность деген не? Сонда ең бірінші тендердан ұтқаным бір ручка болды. 3000 теңгеге жаңа ручка мектепке апарып бердім. Әдемі болып киініп алдым, өзімді көрсеттім, уверенный шаг жасадым. Содан барып едім, мен жылы қарсы алды. Содан бастап уже өкпе реніш дегенді тоқтату керек екен, мышленияны қалай өзгерту керек екенін үйрене бастадым. Оның ертесі күні сертификат алып болғаннан кейін бізді буткемпке жіберді.